Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде өте ерекше тақырып қозғалғалы отыр. Францияда оқуға арналған бағдарламалар. Яғни сіз Францияда қандай бағдарламалар арқылы тегін білім ала аласыз. Сол туралы әңгімелеп беретін боламын. Дайын болсаңыздар, бастайық. Францияда 2.500.000 студент бар, олардың ішінде 12% шетелдік студенттер. Яғни осыдан-ақ Францияда қаншалықты шетелдіктердің баршылық екенін білуге болады, көруге болады. Ең бірінші бағдарлама бұл Абай Верн бағдарламасы. Бұл Қазақстан мен Францияның сыртқы істері мен Европа министрлігінің арасындағы келісім бойынша стипендиялық бағдарлама. Бұнда магистранттарға және докторанттарға стипендия бөлінеді. Соның ішінде 30 стипендия екінші курс студенттер магистранттарына, ал 5 стипендия бұл докторанттарға. Жылда негізінен бұл көрсеткіш өзгеріп отырады, әртүрлі. Яғни қараңыздар, биыл 30 болса, келесі жылы 50 болуы мүмкін деген сияқты ғой. Әртүрлі. Стипендия 800-1200 евро аралығында. Бұл деген негізінен күшті жетеді әрбір студентке. Енді магистратураға түсу үшін қандай шарттар қойылады? Мысалы, студент Қазақстан Республикасының азаматы болу керек. Одан кейін жасында маңыздылық жоқ. Себебі сіздің жасыңыз даже 30-40-та болсаңыз да тапсыра аласыз. Қазақстанның жоғары оқу орнынан екінші курс магистранты болу керексіз. Яғни екінші курс студенті болайын деп жатырсыз, Енді. Докторантураға түсу үшін сондай шарттар: Қазақстан Республикасының азаматы болу, жасы маңызды емес, және Қазақстанның жоғары оқу орнында бірінші курс докторант болу керексіз. Яғни бірінші курс докторант болайын деп жатырсыз. Міне осындай шарттар. Стипендиясының бағасы осындай 800-1200. Мына айтқандай евро. Одан кейін Морга бағдарламасы. Морга бұл әлемдегі климаттық өзгеріске қызығушыларға арналған бағдарлама. Яғни бұл бағдарламаның негізгі мақсаты Франция мен Қазақстан арасындағы қоршаған ортаға қатысты жобаларды қолдау және дамыту. Кез келген мамандықтағы адамдар тапсырса болады. 10 стипендия бөлінеді қазақстандықтарға. Бірінші немесе екінші курс магистранттарына оқуға барсаңыздар болады. Яғни бакалаврда сіз тапсыра алмайсыз, тек магистрант болсаңыз тапсыруға болады. Кез келген мамандық айттым жаңа. Стипендия 615 евро ай сайын. Манағы қараңыздаршы, Абай Верн бағдарламасы бар ғой. Сондағы стипендияның санын айттым ғой, 800 евродан, например, ол каждый ай сайын сіз, то есть, получается, 800 евро алып тұрасыз деген сөз. Бұл сізге енді жүріп тұруыңызға, на карманный расходы соның бәрін өтейді негізінде. Бұлай жетеді қазақстандық студенттерге. Егер де ақшаны дұрыс пайдалана алсаңыз, әрине. Енді бұл Морга бағдарламасы бойынша оқу, виза, жатақхана тегін. Келесі бағдарлама. Тағы да қандай бағдарлама бар? Біз Францияда тегін оқи алатындай. Бұл Erasmus Plus бағдарламасы. Керемет программа. Мен өзім осы бағдарлама бойынша шетелде оқып қайтқам Францияда. Erasmus Plus бұл Европа ұйымдарының бағдарламасы. Erasmus Plus пен шетелде оқу үшін ең негізгі шарттың бірі ол сіз Қазақстандағы бір вузда оқисыз, ол вуздың Франциямен келісімі болу керек. Яғни түсінікті ғой да. Бізде мысалы қыздар педагогикалық университетінің келісімі болды. Сосын Абылай хан
атындағы университеттің келісімі болды. Сосын тағы да Қарағандыда болу керек, егер қателеспесем, Букетов деген универ бар, соның келісімі болған. Осыдан бір 3-4 жыл бұрын, иә. Бұл жерде айта кететін жаңағыдай оқу, виза, жатақхана барлығы тегін оқушыларға. Осы егер Erasmus плюспен баратын болсаңыздар, бакалаврда оқысаңыздар да баруға болады. Бір ерекшелігі 3-4 курстар, әсіресе негізінен 3 курста барған идеальны. Себебі 4 курста барсаңыз, онда уже аяқтан практика өту керек боласыз, және де чуть-чуть қиналып қалуыңыз мүмкін да, просто. Одан кейін дипломдық жұмыспен кішкене аяқта да проблема болу мүмкін. Аяқтан жазу керексіз ба, сондай болады дипломда. Мінеке, ал стипендияға келетін болсақ, сол бізде мысалы 850 евро болды. Ай сайын 850 евро. Әр бір неге студентке әртүрлі екен, несіне байланысты, мемлекетке байланысты. Ол мемлекет қаншалықты алыс орналасса, соншалықты олар көбірек төлейді. Яғни бізге 850 евро белгіленді сол кезде қазақстандық студенттерге стипендия. Тағы да ұшу билетін алғашқы уақытта өзіңіз аласыз, бірақ одан кейін өздері сол ақшаны сізге қайтарып беретін болады. Яғни полетыңызды да, получается, они сами будут оплачивать. Мінеке, достар, мен бұл программаларды сіздерге білсін деген ниетте бөлісіп қояйын деп айтып отырмын. Көріп тұрсыздар ма, біздерде негізінен қандай мүмкіндіктер бар шетелде оқуға. Бұрын мәселен бұл бір как будто қол жетпейтін арман сияқты болып еді, бұрындары. Вообще адамның түсіне кіріп шықпайтын, қайдағы мен қалай барам шетелде оқуға деген сияқты ойды вообще алып тастаңыздар. Сіздердің әр қайсыңыз бару мүмкін. Ол все это возможно. Просто сіз миыңыздағы шектеуді, өзіңіздің қорқынышыңызды, сөйтіп убеждениеңізді алып тастасаңыз болғаны. Осындай программалар тағы да өте көп, негізінен тек қарап көру керек. Мен жаңадай белгілілерін ғана айтып жатырмын. Сондықтан да сіздер, если хотите, можете поискать, прогуглить, Гуглдан қарап көріңіздер, қандай. Тағы да мысалы стажировка өтетін де программалар бар, языковой курстар бар, тек қана бір 3 айға сондай оқып қайтатын. Мінеке, біздің уақытымызда қазір мүмкіндік өте көп, сондықтан да көп қыздар жазады маған. Негізінен мен сіздің каналыңызды көріп, мен де сол универде оқимын, мысалы, қыздар университетінде оқимын, мен де шетелге оқуға барғым келеді деген сияқты алғыстарын айтып жазып жатады. Мен мүлдем білмедім шетелге шығуға болатынын деген сияқты. Егер француз тілін таңдайтын болсаңыздар, сіздерде Францияда оқуға мүмкіндік өте көп. Даже сіздер білесіздер ма, универде, қазақстандық универде оқымасаңыз да, Францияда тікелей өзіңіз оқысаңыз болады. Негізінен Францияда ондай оқу қатты қиын деп айта алмаймыз. Наоборот, Қазақстанға қарағанда өте оңай деп айтсақ та болады да. Себебі сіз өзіңіз білесіз, например, сабаққа до конца қатысқыңыз келмесе, просто шығасыз да кетіп қаласыз деген сияқты ғой. Әрине енді прям срочно бір шаруаларыңыз болса, сондай басқа сабаққа дайындалу, сондай сияқты, онда кетіп қала аласыз. Мінеке, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, если что, комментарийде қалдырыңыздар. Шетелде оқуға қандай документтер қажет, сол туралы видео қажет болса, онда плюс қоя салыңыздар астына. Білейін, қанша оқушы, қанша студент шетелде білім алғысы келеді.
сол маған тоже өте қызық. Өздеріңіздің тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Немесе егер сізде шетелде мүмкін білім алғыңыз келетін шығар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.